Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомыз бастайық. Бүгінгі видеода сіздерге осындай құлақ қаптың пластмастарын алып салып, болтқа айырбастайтын болам. Оның себебі осы жерлері өте әлсіз, қайта-қайта сына береді. Жұмыс барысында аязды күндері тіпті бірден сынып кетеді. Одан кейін мына регулировкасы да ұстамайды. Енді шағын көретін болсақ, мінекей шағы осындай жіңішке ғана пластмастан жасалған. Сондықтан бұны қолға алып, құлақ қабымызды осындай мықтылап болтпен орнаттым. Яғни ортасына шайба салдым, жағына да шайба салып, гайкамен бекіттім. Енді бұған регулировка жасау үшін ешқандай да отвертканың керегі жоқ. Яғни регулировка жасау үшін екі оборот артқа бұрап, қалаған жерімізге қойып, екі оборот қайтадан бұрасақ, мінекей қатайып қалды. Мықты ұстап тұр. Қайтадан артқа түсіргіміз келсе, екі оборот бұрап, артқа түсіріп, қайта екі оборот бұрай салатын боламыз. Мінекей бәрі мықты ұсталып тұр. Енді үш жағын гайкамен тартқаннан кейін, үш жағымен біраз ғана пенамен ұстатып қойдым. Енді ол жағын сіздер пенаға не болмаса ыстық пистолет клей арқылы да ұстатып қоюларыңызға болады. Енді мына жерін қайрау керек болады. Ол туралы қазір сіздерге түсіндірем. Одан кейін мына болтты жаңағыдай гайкамен бекіткен кезде, мына құлақ қаптың ішінде мына жерде резбісін көп шығармау керекпіз былай. Егер де резбіні көп шығарып қойсақ, онда пеналаған кезде пена гайкамен қоса бірге жабысып, мына болтымыз бұралмай қалатын болады. Сондықтан мен сәл осылай жасадым. Одан кейін мына жерде солидол майымен жағып қойдым, яғни солидолға пенамыз жұқпайтын болады. Сол кезде емін-еркін жаңағыдай регулировкамыз жүріп тұратын болады. Мінекей болтымыз әлі қайралған жоқ. Болтымыз өте тығыз орналасып тұр. Қайралмағандықтан ары-бері жүрмейді. Сондықтан сіздерге бұны мысал ретінде көрсетіп тұрмын. Қазір бұны қайрайтын болам. Мінекей біреуін қайрап қойдым, екі жағын. Осы қайралған жағымен осы арақашықтықта емін-еркін жүріп тұратын болады. Мінекей гайкамыз емін-еркін жүріп тұр. Яғни құлақ қабымызды регулировка жасағанға жаңағыдай өзімізге жеңіл болу үшін, егер де қайрамасақ, мына болтымыз ары-бері жүрмейтін болады. Мінекей қазір қайралмаған. Енді мына екі қырын қайрағандықтан мына болттың өзі айналып кетпейтін болады. Яғни ешқандай отвертканың да керегі жоқ. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.